Қалайсыздар қыздар? Әдеттегідей сұрақ жауап эфирі. Сұрақтарыңыз болса, қоя беріңіздер. Сізді көргеніме қуаныштымын. Рахмет қыздар, мен де наконец-то эфирге шыққаныма қуаныштымын. Қолым тимей кетті. Әппесе жақсы ғой, әңгімелескендеген жақсы ғой. Бір сұрақ болды тапсақ, ары қарай қалай жұмыс істеу керек дейді. Мысалы, сіз өзіңіздің диагнозды тапсаңыз не істейсіз? Маманға барасыз, врачқа, сол секілді сұрақ болды тапқаннан кейін, оны психологпен проработать еткен ең дұрысы, қыздар, ең дұрысы. Конечно, страхпен жұмыс істеудің техникалары көп, ары қарай кіру, сол страхқа до конца бару, если сол нәрсе случится, что со мной будет деген сияқтышы. Көбінесе біздің қорқыныштарымыз, қыздар, просто иллюзия. То есть біздің миымыздың бір защитасы, да. Боится развиваться, боится расти, боится выходить из зоны комфорта, мысалы. И миымыз жаңағы ойлап шығара береді, да. Любой бір болмайтын дүниелерді, иллюзияларды. Стористен жаңа көрдім, онлайн наставничество қанша. Негізі қыздар, онлайн наставничество біз екі психолог жүргіземіз, онлайнда, офлайнда. Мен және күшті жаңағы қаржы психологы, ақша табуды үйрететін, ақшаны көбейді үйрететін, табысты, в общем, қаржылық сауаттылыққа үйрететін Мақпал деген психолог бар. Сол екеуміз жүргіземіз. Екеуміз негізі әрқайсымыз кемі миллионнан жүргіземіз қазір. Ал екеуміз бірге кеткенде негізі 2 миллион болу керек болатын, бірақ біз 500 мыңнан өткіземіз деп шешті. Түсінікті ме, қыздар? Поэтому мүмкіндік бар кезде тіркеліп алыңыздар. Страх деген, жаңа страхқа қатысты айтатын, көбінесе страх деген ол біздің өмірімізге қажетті страхтар бар. Мысалы, тоқ соғудан қорқу, машинаның астына түсіп кетуден қорқу, биіктен секіріп кетуден қорқу деген сияқты, судан қорқу, терең судан. Ол нормальный ше, ол біздің өмірімізді сақтап қалу үшін керекті страхтар. А есть навязанные. Навязанные деген қалай? Біреулердің біздің миымызға негізсіз сыйғызып қойған қорқыныштары, яғни оның түпкі негізі жоқ. Мысалы, ол дәлелденбеген қорқыныштар ше. Мысалы, егерде телевизордан постоянно там педофилдер жайлы көре беретін болсаңыз, сіз өзіңіз байқамай қаласыз, қалай өзіңіз адамдардың барлығынан педофилді көріп тұратын болатыныңызды. Немесе авария жайлы көре беретін болсаңыз, сіз қаншалықты жаңағыдай мықты жаңағы водитель болсаңыз да, сізде түсініксіз бір қорқыныш болады да, как будто сол сізбен болатын сияқты. Сол үшін айтатыным, қыздар, негативный ақпараттар көрмеңіздер, телевизорды көрмеуге тырысыңыздар, негатив айтатын, қорқынышты дүниелер айта беретін адамдармен араласпауға тырысыңыздар. Онан кейін жаңа зерттелмеген, дәлелденбеген WhatsApp группаға жібере беретін, сообщениялар жібере беретін адамдар бар ғой, бір спам жібере береді, 40 жылғы, там 50 жылғы соларды жіберетін группаларда отырмаңыздар. Если даже жіберіп жатқан күннің өзінде де ашып тыңдамаңыздар. Сіздерге зачем оның барлығы ше? Ми не нәрсеге сенеді, ол соны дәлелдейді өзіне ше. Ми сондай орган. Яғни мына жақ айтады, мына жақ дәлелдейді ше. Поэтому максимально позитивный ақпарат тыңдаңыздар. Максимально негативтен алыс болыңыздар. Мысалы, бір нәрселер бар, мысалы, анау болады, мынау болады дейді, бірақ сіз оны бәрібір өзгерте алмайсыз да, болайын деп тұрған нәрсені. Сіздің соншалықты құдіретіңіз жоқ. И сол шамаңыз жетпейтін дүниелерді мойныңызға алуға ілуге жаңағыдай қашыңыздар. Максимально миларыңызды, психикаларыңызды өздеріңіздің шамаларыңыз жетпейтін ақпараттардан, дүниелерден алып ұстауға тырысыңыздар. Түсінікті ме, қыздар? Тағы сұрақтар бар ма? Давайте. Шашым көніп қала беріп тұрды мына жерде. Күйеудің жұмыс жасамағанын уже қабылдадым. Бұл норма ма? Өзі бұл өмірде идеал ешкім жоқ деп қабылдай бастадым дейді. Негізі, қыздар, күйеудің жұмыс істемегенін қабылдау негізі ол норма емес негізі. То есть еркектің ол функциясы әйелді асырау. Енді күйеу жұмыс істемесе, онда сол
не істейді сонда, немен айналысады? Қазақта бір жақсы сөз бар, қарны тоқтық, жұмысы жоқтық аздырар адам баласын, күйеуі тіпті жұмысы жоқ күннің өзінде хотя бы жұмыс іздеу керек қой. Егер ол жұмысы жоқ болса, еще жұмыс іздемесе, еще үйде жатып алып сіздің қазаныңызға жаңағыдай бастық болып, қазымырланып, әйел сияқты сіздің ісіңізге, тірлігіңізге кірісіп, сөйтіп сөйлеп жататын болса, почему сіз үшін сондай еркек норма? Соған жауап беріңізші. Неге сізге норма емес, өз-өзіне сенімді, өмірлік мақсаты бар, өзінің бір ісі бар, нағыз еркек сияқты бір қоғамда бір тірліктерді атқарып жүретін адам, тіпті жоқ, жұмысы табылмай жатыр деген күннің өзінде ер адамды босқа жатқызып қоймай жұмсау керек. Балаларды анда апарып кел, мынаны сөйтіп кел, мынаны бүйтіп кел, ана проблемамды шешіп бер депші. Яғни бүкіл тірліктің бәрін мойныңызға асып алып жүгіре беруге болмайды. Негізі өмірде білесіздер ме, қыздар, преступниктер қайдан шығады, қандай балалардан преступниктер шығады? Оказывается, кішкентай кезінен полезный болмаған балалардан кейін преступниктер шығады екен. Яғни адам или полезный болады, или бесполезный болады, или вредный болады, понимаете? Көбінесе осы бесполезный адамдар бұзыла бастайды, шайтан азғыра бастайды бесполезный адамдарды. Соның үшін максимально польза келтіріп тұру керек әрбір адам қоғамда. Түсінікті ме? Чем я могу быть полезна обществу? Балам тілі шықпай жүріп өте нервный, айқайлай береді, күйеуімен қарым-қатынасымыз жақсы дейді. Енді апарыңыз логопедке, апарыңыз невропатологқа, апарыңыз. Мен білмеймін ғой, может быть, у него ЗПР, может быть, нервысына бірдемесі зақым келген шығар, психикасын тексертіңіздер, барлығын тексертіңіздер. Өйткені ұрсудан қатты шаршадым. Көрдіңіз бе? Еще күйеуіңіз сіздің ұрсып нервіңізді шаршатып жібергенде. Это же не по-мужски, қыздар. То есть ер адам әйелдің психикасын должен беречь. Қыздар, осы жақында мен бір подкаст жаздым да, сол кезде түсіндіріп айттым. Бізде үйде екі шырақ жанады, екі шырақ жанады. Әйел, еркек. Осы екі шырақ қатар жанады да, екеуі бірдей үйді жарық қылады балалары үшін, екеуі бірдей үйді жылытады. Ой, қайынәпке иіліп сәлем бердім. Менің мына жерде қайынәпкем бар, ерке дегенші. Мен иіліп сәлем салған сайын кофеге ақша жібереді ғой. Осындай қайынәпке кімде бар екен? Түсінікті ме, қыздар? То есть, ер мен әйел екеуі бір үйде шырақ болып, екеуі бірдей жарығы мен жылуымен бала шағасын өзінің отауын жылыту керек негізі. Бірақ бізде көбінесе әйелдер өз шырағын жағады да, еркектер өз-өздерін как-то больше берегут, что ли, вот, понимаете? Көбіне әйелдер ерте көбірек жанады да. То есть үйдің жарығы мен жылы болу үшін әйелдер көбірек өздерін использует. Орысша айтқанда, Енді қыздар қараңыздаршы, еркек өз-өзін қатты аяп, сақтап, не знаю, для кого он бережет, көп қиналмай, үй үшін ештеңе істемей, сөйтіп жүретін болса, мына әйел бір күні жанып, екі адам үшін жанам деп бір күні сөнеді де қалады, Вот представьте, үйде әйелдің шырағы сөнгеннен кейін не болады? Үйдің ішін қараңғылық басады, үйдің іші сұп-суық болады, балалар жетім қалады деген сияқты, балалар аш қалады, балалар тоңады, Сол кезде мына еркек не істейді? Мына өзі барады да, там білмеймін, мына жақта бір шырағы жағып отырған тағы бір әйелдің қасына барып, сол жерде жылына береді да, көп еркектер солай істейді. Поэтому қыздар, бережем себя. Біз шырағымызды сөндірмеуге тырысуымыз керек. Максимально пусть мужчина горит. Понимаете? Потому что еркек стресста өседі. Әйел олай стрессовать ететін болса, оның жаңағы әйелдік гормондары, женский гормоны бәрі бұзылады, дисгармония болады. Ең соңында әйел ауырады, әйелдің түкке шамасы жетпей қалады. Әйел нервная болса, ол болды ғой. Үйдің себебі ортасындағы батарея жылытатын ол әйелді, аккумулятор, энергетикалық станция, ол әйел. Поэтому күйеулеріңізге сіздер соны түсіндіре білулеріңіз керек. Менің психикалық состоянием тек қана сен үшін емес, өзім үшін емес, бала шағамызға да керек, айналайын. Дені сау, психикасы сау бала тәрбиелеп шыққанын қаласаң, сенің ұрпағың дені сау болсын десең, ұрпағың мықты болсын десең, мені аяла, мені күт деп айта білу керек, Потом өзіңіздің күйеуіңізден требовать етіп жүрген дүниені өзіңізге өзіңіз беріп үйренуіңіз керек. Түсінікті ме, қыздар? Еркектің алдына түсіп алып, ойбай, мен героймын деп. Көбінесе ол қайдан шығады?
синдром хорошей девочки дейді ғой. Кезінде отбасында мамасы тек қана жақсы бірдеме істеген үшін, папасы жақсы бірдеме, то есть ана қыз үйінде бірдеме жақсы істеген кезде ғана әке шешесі елеп ескеріп оны мақтайтын болса, кейін сол әйелде сондай установка болады да. То есть я полезна этому миру, я нужна этому миру, только қай кезде мен жаңағыдай өліп талып жұмыс істеген кезде деп сондай бір понятие қалыптасады да. Ең соңында еркекке жағамын деп, қайынжұртқа жағамын деп, әйел өз-өзін құртып алады, денсаулығын құртады, іші толған обида, онкология болады, әйтет мүйтет бейсаналы түрде өзін ауруға загонять етеді, небір психосоматикалық ауруларды тауып алады. И былайша айтқан кезде еркектің ештеңесі кетпейді, ең соңында бала-шаға шырылдап жетім қалады, или там бала-шағаға неда бала-шаға болады әйел. Ең соңында бір отбасының шаңырағы сөнеді, шырағы сөнеді, понимаете, қыздар? Поэтому әйел комфортта өмір сүру керек. Максимально әйел өзін комфортта ұстауы керек. Әйел стрессовать ететін болса, ол құриды, қыздар. Әйел стрессовать ететін болса, ол кәртейеді. Әйел стрессовать ететін болса, оның жаңағы бүкіл ішкі органдары төмен қарай түседі. Әйелдің еңсесі түсті деген ол не деген сөз? Ішкі органы жатыр бәрі төмен қарай түседі. И ол әйелдің жаңағы недержание мочи дейді ғой, я опущение матки деген нәрсенің барлығы әйелді құртады. Мына ішкі орган салақтағаннан кейін бет салақтайды. Там, в общем, қыздар, поэтому я хочу сказать, әйелді Алла тағала хрусталь ваза сияқты жаратқан. Максимально өздеріңізге к себе бережно. Тура ваза сияқты өздеріңіз солай қарасаңыздар ғана еркек сізге кішкене солай қарай бастайды ше. Ал когда ойбай, менің күйеуімнің алдында мен авторитет завоевать етуім керек, мен қайын жұртта герой келін болуым керек, там білмеймін мотор әйел болуым керек деп елдің алдына түсіп жүгіре беретін болсаңыз, онан сіз ешқандай да герой болмайсыз. Просто өшесіз де қаласыз. Ешкім сізді апарып жерлеп келеді, ой бір жақсы келін болып еді, пысық келін болып еді деп бір апта айтады, ары кетсе сонымен сізді ұмытады. Вам это зачем надо? Алланың аманаты ғой, сіздердің денсаулықтарыңыз, сіздердің гормональный системаларыңыз, сіздердің ішкі күйлеріңіз, сіздердің әдеміліктеріңіз, сіздердің психикалық состоянияларыңыз, сіздердің жандарыңыздың, жан дүниелеріңіздің саулығы, барлығы ол Алланың аманаты да. Сол үшін өздеріңізге аманат ретінде қарасаңыздар. Енемнің бір қызығын айтайын ба, когда осы отбасында әйел адам еркектің алдына түсіп алып, барлық жағдай жасайды, удобное болып, ең соңында бәрібір сол әйелге изменять етеді еркекше. Бәрібір сол әйелді қадірлемейді, бәрібір сол әйелге ешкім медаль қоймайды. Ол әйел ертең ауырып жатықпаса или өтпаса, просто еркек алады да басқа әйелді ала салады. Понимаете, қыздар? Поэтому я хочу вам сказать, еркек үшін емес, тіпті бала үшін емес, бірінші очередь өздерің үшін өмір сүріңіздер. Потом бала шаға бәрібір үйленеді, кетеді. Сол кезде сіздің күйеуіңізбен қарым-қатынасыңыз қандай болады, соны ойлаңыз. Ертең бала шағаның бәрі кеткен кезде, айтайын ба қыздар, осы біздің заманның бір шындығын айтайыншы, тіліп. Бізде көбінесе ата-енелер, кәртейген әке-шешелер, кәртейген шал мен кемпірлер бір-бірлерімен ортақ тіл табыса алмайды. Яғни бір-бірімен тіл табыса алмағаннан кейін ортаға немере бала-шағаны өтірік сылтау қылып кіргізіп алады. Мен айтам ғой, өздері сынып тұрған отбасы деймін да, бір-бірінің тілін таба алмай. Анау келін келеді спасатель ретінде ше. Сөйтіп жаңағы орталарына замазка болады ғой. Бала туып, өтірік солар соған алданып, айтып, мүйтіп жүреді. Құдай сақтасын, егер ана келін бала-шағаны алып кетіп қалатын болса, ана туған бала-шағасымен сөйлесе алмайды да, ана ата-ене. Ата-ене бір-бірінің тілін таба алмайды да. Поэтому айтайын дегенім, қыздар, сіздерде сондай нәрсе болмасын. Ертең бала-шағаларыңыз, немерелеріңіз сіздердің орталарыңызда просто чисто жұбаныш, екеулеріңіздің клейларыңыз сияқты болмашын қазден бастап, бірінші әйел ретінде өздеріңізді бағалап үйреніңіздер. Екіншіден, күйеулеріңізбен қарым-қатынасты түзеңіздер, чтобы было о чем говорить в старости. Бір-бірлеріңізді жек көріп, кәрі қақпас өле қалшы деп отыратын болсаңыздар, сіздер онымен қандай пример бересіздер? Өздеріңізді күйеулеріңізге сыйлатып үйретіңіздер. А то есть, мен қазір көремін ғой, уже кәртесе де күйеулері ішіп, лағып, қуып жүреді. Тойға бір жерге барған кезде ана солардың кемпірлері сол шалдарын сүйретіп жүреді. Ана ішіп алады, боқтайды, соны ана құсады бір жерде, соның артынан кемпірлері барып байғұстаршы. Білмеймін, енді немере өсіріп, уже рахаттанып, өмірдің қызығын көретін кезде сол шалдарын сүйреп, абыройдан айырылып, сөйтіп жүреді. И зачем такая жизнь?
понимаете? Поэтому думайте об этом. Мен ана былтыр ма айтып едім ғой, Шымкентке барып, мені как раз бір келіншек тосып алды неден, аэропорттан. Сонда түнде келе жатқан кезде көшеде тойхананың сыртында әп-әдемі киінген еркек қырлап тұрып шалбарын киіп алған, аппақ рубашкасын киіп алған, дүлей мас жолдың ортасына қарай қашады. Оны әйел сүйреп жүр ғой, ана машинаға қағып кетпесін деп ше. Сол мен айтамын ғой, ана еркек неменеге сүйретіп жүр деймін да. Неменеге ол өзі өмір сүргісі келмейді екен, оған өзінің миы жетпейді екен, что ол жолдың ортасына түссе машинаға қағатын. Ол әйелге керек па деймін да, ананың өмірі ше, понимаете, қыздар? Это вообще неправильно. Сөйтсем, ана қасындағы қыз жоқ қой, айтады да, мә, Санира ханым, что, реально так можно, что ли? Мен айтамын ғой, жарайды, сен қазір бар, сен сүйреп әкетесің. Ол ертең сен жоқ кезде бәрібір шығып жолдың ортасына барады да. Ол бір рет машина қақсын, білмеймін, біреуден таяқ жесін, бір жерін сындырсын. Мүмкін сонан кейін оның ақылы кіретін шығар ше. Зачем сен нервыңды құртасың, когда апталдай еркек 40-та, оның бәленбай бала шағасы бар, например, да, ол оның сол бала шағасын ойлаудың орнына, өзінің еркек ретінде абыройын ойлаудың орнына, бала шағама қандай үлгі беріп жатырмын деп ойлаудың орнына лағып, ішіп алып, ойына келген жасап жүр да. Еще ана бала шағама мына шешесі сау болғаны керек қой, осы әйелімнің дені сау болғаны керек қой, я осы әйелім неге құлпырып менің қасымда бақытты болып жүрмейді, керісінше мен соны тойға әдемі қылып алып келіп, әдемі қылып алып кетуім керек қой деп ойлаудың орнына бір 5 жасар бала сияқты ойына келген ішіп, тышып, короче, жолдың ортасына қашып, сол ана әйел тойға барған күрлі болмайды байғұс, әдеміленіп, сол тойға енді бір қыдырып келді ғой, бір сергенші деп ше. Сол жерде өмірдің қызығын көрудің орнына ана жерде күйеуін сүйреп жүр да, бір 5 жасар бала ұқсатып ше. Мектім ондай күйдің барынан жоқ ше. Лучше сол машина қағасасын дедім, енді Құдай өзі кешірсін. Ну прямо я так разозлилась, и ана әйелге де жаным ашып кетті да. И сол әйел негізі сөйтіп өзі құтқарам деп еркекті өзі жаман үйретеді. Когда еркек анандай есеймеген еркектер бар ғой, ақылы кірмеген, оны үйленгенге дейін шешесі бақты, үйленгенге әйелі оны бала қылып жүр да. Ол сондай еркектерге ақыл кірмейді, потому что олар бір елді ана арақты ішпей тұр, ол білетті. Қазір мен ішіп алам, қуам, мені бәрібір әйелім апайбат қылып үйге апарып жатқыз қояды, ертең таңертең киім бәрін жуып қояды, ол ешқайда кетпейді, еще топырлатып баланы туа береді. Сол ақыл кірмей кәртейеді ғой, сол қазақтың еркектері ше. И вообще ол дұрыс емес ше. Сол үшін айтатыным, әйелдер, пожалуйста, думайте о себе в первую очередь. Если еркектің ақылы кірмей жатса, оған мама болып керек емес ше. Пусть таяқ жесін сол ақылсыздығынан. Оның алдына түсіп, анадан оқтан қағып, шоқтан қағып, я білмеймін, не надо так делать. Айтып тастадым ба, короче. Енемнің 12 жыл бұрын жасаған лас тірлігін сыртымнан зиянкес жасаған қабылдай алмай қойдым. Толықтай кешірім береді, өзім денсаулығым үшін қалай өз анамдай жақсы көріп кетуге болады. Сіз ол адамды өз анаңыздай жақсы көруге міндетті емессіз, айналайын. Понимаете? Ал енді қандай тірлік жасады, қандай обида, оны если сами не можете проработать, терапияға келіңіз, консультацияға келіңіз. 4 балам бар, кіші екеуі әлі кішкентай, үйде баламен отырмын. Күйеуім ішіп келіп, сен жұмыс жасамайсың, ішкен жегенің ақта деп өлә боқтап, ертесінде кешір, есімде жоқ дейді, бизнес жасауға план айтсам. Мәс саған еще ол еркекке бала туасыз, е? Еще үйде отырып, ол ішіп келіп, сізге жұмыс жаса деп айтады екен да. Сонда сіз кімсіз ол еркек үшін? И вообще ол еркек кім өзі? Ол еркек пе, әлде кішкентай бала ма? Такое ощущение, как будто он мальчик, а вы его мама. Раньше солай астысына түсетін, қазір не хочу, желание нет, или порой муж обижается. Пускай обижается, он мальчик. Керемет жақсы нәрселер, кефир айтыңызшы, дым дәл айтып жатыр. Рахмет, қыздар. Чувство пустоты по отношению к мужу, а с другой стороны айрылғым келмейтін сияқты. У него и плюсов много в характере, ну как женщине мне чего-то не хватает дейді. Ну определитесь, чего вам не хватает. Потом оған айтыңыз, по душам поговорите. Понимаете, қыздар? Не обязательно айрылушы, жұмыс істеу керек қой. Я расымен бір таяқ жеп или бір проблемадан кейін ескеретін адамдар баршылық. Я, мосттан секірем деп тұрғандарды солай ойлаймын дейді. Просто құтырғанда, если мосттан секірем, ішіп алып, жолдың ортасына қашу дегендер. Просто құтырғандар да оларшы. Алла тағала оларға өмір береді, я, еще оларға бала береді, әп-әдемі түсіп сүйкімді қылып. Олар соның қадірін білмейді ғой, еще әйелі соның асты үстіне түсіп жүреді. Күйеуіммен ұрса береміз дейді. Не үшін ұрса бересіз? Мен білмеймін ғой. Сұрақ қандай?
Күйеуіңізбен ұрса беретін болсаңыз, терапияға келіңіз. Көбінесе күйеумен ұрса берудің себебі балалық шақтағы әке мен шешемен шешілмей қалған проблема. Әкеге деген обида, немесе шешеңіздің әкеңізге деген обидасын сіз алып аласыз да өзіңізбен. Сөйтіп семьяңызда жаңа қырқысып жүресіз күйеуіңізбен, понимаете? Жалқаулықты қалай жеңеміз дейді. Жалқаулықты жеңудің бір жолы просто найти цель. Негізі жалқаулық деген жаман емес негізі қыздар. Мен бүгін ана толқынға барып, жаңа ішті кетіретін аппаратта жатырмын да. Мен мысалы, если честно, спортпен айналысуға жалқаумын да. И мен айттым, тура жалқауларға арналған күшті нәрсе деймін да. Мен сияқты спортпен айналғысы келмейтін, жүгіргісі келмейтін жалқауларға біреу ойлап тапқан да. То есть ана ішіңе бүйтіп массаж жасайды, там РФ, там лучпен, еще сенің ішіңе ол массаж іш құрылысыңды кәдімгідей тазалайды ше. Ішіңнен небір шлактар шығарады күшті да. И анау жаңағы целлюлиттің бәрін кетіріп береді ше. Сонда айтар, мысалы, пылесосты жалқау адамдар шығарды, стиральный машинаны жалқау адамдар шығарды, посудомоечный машинаны жалқау адамдар шығарды. Лень — это двигатель прогресса деген бар, иә. Яғни жалқаулықты дұрыс пайдалана білетін болсаңыздар, ол жалқаулықтың да пайдасы бар. Потом көбіне адамдар жалқау болмайды, просто мақсат жоқ негізі. Энергия жоқ деп айтады, негізі энергия мақсатқа келеді. Мысалы, сіз қазір үйде жатырсыз, иә? И прикиньте, сіздің қазір бір подругаңыз звондайды. Там Айнұр, чай ғой, мен Дубайдан келдім ше, саған күшті шоколадтар алып келдім, саған күшті көйлек алып келдім, подарок алып келдім. Давай үстелдің жай, біз қазір келе жатырмыз десе, жалқау Айнұр не істейді? Ағатып тұрып, ана жерде қалай торт пісірғанын, қалай ет асқанын білмей қалады, иә? Понимаете? Сол үшін миға просто мақсат беру керек ше, қыздар. Потом жалқаумын деп сылтауратып, еш мақсат қоймай жата беруге тоже болмайды. Мидың клеткалары өледі ше. Сіз қазір жап-жас болып миыңызды жұмыс істетпейтін болсаңыз, кітап оқып бір развиваться етіп, иә, ертең кәртейгенде деменция дейді ғой, анау ақыл естен айырылып қалу, ерте алжып кету деген нәрсенің бәрі содан пайда болады ше. Поэтому жассыз ба, Алла тағаланың берген күш-қуатын, уақытын бәрін пайдаланып бір нәрсе істеңіз, қоғамға пайдалы бір нәрсе істеңіз. Менде баяғыда өлім десе артынан жүгіргем, кел үйге деп қазір бәрібір деді. Я, ең қызығы солар өлмейді ғой, өлмейді олар. Че, жан тапты ғой. Еще өлетін адам өлем деп айтпайды. Үнемі кешігіп жүрем везде, что делать дейді. Почему вы опаздываете? Пораньше выходите. Просто у многих вот этот синдром прокрастинация дейді ғой. Яғни баратын жеріне әбден тақалған кезде шығатын адамдар болады ше. Істейм деген дүниені жүріп басқа нәрсені істеп жүріп ең соңында тақалған кезде істейтін адамдар бар, иә. Соны не істейді, анау осознайте. Не үшін сіз кешігесіз? Оғанға дейін не істеп жүресіз? По времени распределяйте. Үнемі кешігіп жүру, если честно, это бала позициясы, безответственность, если мысалы важный нәрсеге кешігіп бару деген ше. Это в том, сізде сосредоточиться ете алмайсыз деген сөз. Уақытыңызды бағаламайсыз деген сөз, просто-напросто. Уақытыңызды дұрыс распределять етпейсіз деген сөз. Негізі уақытын дұрыс распределять ете алмайтын адам қаржысын да басқарамайды, энергиясын да басқарамайды. Күйеуім мамасының сөзі заң дейді. Үйден шығарда бірінші мамадан сұран дейді. Мен келіспеймін, саған үйлендім ғой, мамама емес дейін қалай жеткізсем болады дейді. Шолпан, сізге сұрақ. Неғып сіз маменькин сынокты таңдап алдыңыз? Из какого сценария вы выбрали мужчину, и при этом у вас всегда есть конкурентка? Понимаете? То есть бейсаналы түрде сізде қандай да бір сценарий бар, который притягивает вам соперницу. Мамасы болмаса, бәлкім басқа бір әйел болады оның орнына, иә? То есть сізде я единственная неповторимая своего мужа, менің сөзім маңызды деген не жоқ, установка жоқ та. Как будто постоянно сізге бір соперница керек, как будто постоянно сізге осындай проблема керек отношенияда. Бұл қайдан келген сценарий? Негізі осындай нәрселерді терапияда күшлеп тұрып разбирать етуге болады. Кеш жарық, жұмыстағылармен ара қатынас қалай реттен бәрі бір жақ, мен бір жақ дейді. Неғып бәрі бір жақ, сіз бір жақсыз? Сіздің ішіңізде нендей нәрсе бар, что сіз айналаңыздағы адамдармен жауласып жүресіз. Вам надо все время выделяться от них, жекеленіп жүру, там, білмеймін не. Я же не знаю. Сүйікті жұмысымды жасаймын, дамып жүрмін, шетелге шығып тұрамын, бірақ жұмыс құрғым келеді. Тұрмысқа шықпай жүрегім орнықпайтын секілді. Сұрақ қандай? Қандай сұрақ? Деменция неден болады? Деменция сол миды жұмыс істетпеуден болады, кейде генетикалық болады ол.
просто ойды қозғалтпай, миды қозғалтпай, просто бір адамдар болады жылдар бойы тек қана приказды орындаумен ғана айналысатын ше. Вообще ол детсадовское мышление деп айтамын меніңше. Мысалы бір жылдар бойы бір организацияда жұмыс істейтін адамдар бар ғой, бұйрықты ғана орындайтын ше. Таңертең жұмысқа кіреді, түсте обед ішеді, қайтадан жұмысқа барады, кешкі 5-те шығады ше. Ана алдына қағаз береді, тапсырма келеді, соны орындайды. Сол детсадтағы балалар сияқты ше. Бәрі таңертең барады. Бұл негізі советтік заманнан қалған тәртіп, бұл негізі политика, негізі адамдардың өз миларын өзі қозғалтып бір нәрсе ойлап тауып, развиваться етпеу үшін жасалынған дүние ше. Себебі сондай адамдармен сондай қоғамды басқару оңай. Сондай адамдарды басқару оңай. Түсінді ме? Сол үшін айтатыным, қыздар, миларыңызда всегда стратегия жүру керек. Ақша табудың 10-12 стратегиясы болу керек адамда ше. Тіршілік етудің, ырзық, қалай айтсам екен, нан табудың деп айтам ғой. Нан табудың бір 10-12 стратегиясын адам ойлап жүру керек. Мынау істемей қалсам, нан қолданам, мынау істемей қалсам, нан қолданам. Күйеумен қарым қатынаста да сондай болу керек. Мен былай айтам, былай не сработает, былай айтам деген сияқты. Баланың тәрбиесінде де вообще желательно миды жұмыс етіп тұрушы, всегда иметь запасных много вариантов в голове. Сонда сізде не болады? Ситуациядан выход тез табасыз. На месте создавать етіп үйренісі, на месте создавать решение дейді ғой. Сондай болып үйрену керек та. А біздің миымыз не? Өсек тыңдау, анаған ренжу, 40 жылғы бірдемені есіңе түсіріп жүру, бірдемені уайымдау, бірдемеден қорқу ше. Әйтеуір ми дамымас үшін не істейді? Лишь бы артқа бару үшін бір қайдағы бір болмайтын дүниелермен миды айналдырып қойып жүреді. Немесе отырады тиктокта ше, немесе инстаграмда отырады да. Так, ананың қызы не болып жатыр, ананың күйеуі не істеп жатыр, там Төреғалидың правасы не болып екен деген сияқты ше. Сол немене керек сіздерге ше? Пайдалы дүниелермен айналысыңыздар, миды жұмыс етіңіздер. Көбірек мысалы притча, афоризмы, там хадистер, соларды зерттеңіздер, логический есептер шығарыңыздар, там білмеймін, сказка терапия мысалы күшті миды развивать етеді. Мен оны көбінесе офлайн тренингтерімді жасаймын. Сказка терапия, любой ертегінің түбі баршы, соны размышлять етіңіздер, кітап оқыңыздар, күніне хотя бір абзацтан. Мысалы мен қазір мына, қараңыздар, мен вот под рукой у меня очень много книг. Отыра қалам да, ішім пысқан кезде любой бір ойын алып шығып, жаңағы оқып, бір бетін болсын, ашып оқимын ше. И это классно. Так, бір адамды қатты сағынам, қалай ұмытсам екен дейді. Сіз ол адамды сағынбайсыз. Просто ол адамның қасындағы испытывать еткен эмоцияларыңызды сағынасыз. Понимаете? Вообще адам в основном, қыздар, в основном ше, когда люди в позиции ребенка, детской позиции, ол адамдар махаббат деген нәрсені айтуға болмайды. Ол адамдар махаббат емес, просто ищут того, кто бы им сыграл сценарий. Миларындағы бір сценарий бар ғой, мысалы, если сен спасатель болсаң, сен бір жертваны тауып аласың, бір еркекті, сосын ойлайсың, я влюбилась деп ойлайсың ше. Или сен жертва болсаң, бір тиранды тауып аласың, ой, это любовь деп ойлайсың ше. Поэтому надо проработаться. Ересек позициясындағы адамда ғана шынайы махаббат болады. Мысалы, сіз стопудово, если там, например, сіз сағынып жүрген адамыңыз бір абьюзер болса, значит, вы жертва, которая ищет себе тирана, чтобы на нем отыграться. Мне стыдно. Сөйлегеніңіз, сөздеріңіз өте өтімді. Рахмет. Қазір жұмысына жауапкершілікпен қарап вообще айтпайды. Ой, жұмыстан шығам деп манипуляция жасамайды. Классно. Мен қызғана берем, содан ұрыс шығарам дейді. Если қызғана беретін болсаңыз, значит, вы в позиции ребенка, понимаете? Орынсыз қызғаныш – это расстройство психики. Қыздар, надо лечиться. Это неправильно. Ол қызғану деген ол не? Көбінесе қызғаншақ болады. Мен өзім кезінде қызғаншақ болғанмын, когда әйелде делать нечего. Үйде отыр, өмірлік мақсаты жоқ, істейтін тірлігі жоқ, энергиясын қайда жіберерін білмейді. Отырып алады да, күйеуінің қалай өзіне вниманиясын аударарын білмейді. Күйеуін мынандай карманная зарядка сияқты пайдаланады да. Вот когда мне скучно, когда у меня батарея заканчивается, сен менің қасымда жүр постоянно. Құдай сақтасын, сені басқа біреу пайдаланып қойса, мен өлемін. Себебі мен сен сияқты ешкім толтырамайды, мен даже өзім толтырамаймын деген сондай бір позиция бар да. Это вообще утопия, қыздар. Сіздің қызғаншақ болуыңыз сізді құртады, просто сізді жоғалтып жібереді. Как личность вас не будет.
Құдай сақтасын, сол қызғаныштан өз өзіне қол сұғатындар да бар да, әйелдер ше. Бұл не деген сөз? Яғни адам созависим деген сөз, өзге адамнан ше. Бұның түбі тоже опять балалық шақтан болуы мүмкін. Оның себебі көп негізі. Надо копаться. Менде осы наставничествода болған, онлайн наставничествода кәдімгі уже хронический қызғаншақ ше, өліп өшіп қызғанады. Ол қыз балалық шағында әкесінен қатты таяқ жеген, содан үйден қашқан, 15 жасындағы күйеуге шығып кеткен. Енді үйіне келіп алып, енді күйеуін қызғанады да. Ана күйеуін қызғана бергеннен күйеуі уже нервный, оны тепкілеп ұрып тастайды ше. Қабат болса да сабап тастайды. Содан ол үйіне барады баласымен, үйіне барса әкесі сабайды. Потом әйтеуір наставничестводан есін жиып, қазір қызғануды қойды. Күйеуімен альхамдулилля бәрі тынышталды. Енді оғыз маған бүйтіп айтады ғой: Санира ханым, менің сестренкам бар дейді. Ол вообще 14 жаста тұрмысқа қашып кеткен дейді. Оның күйеуі қызғаншақ дейді. Сонымен жұмыс жасаңызшы деп, ол наставничествоның қалған сабағын сол сестренкасына берді. Енді ол қыз әлі маған хабарласпай жатыр. Иншалла енді сонымен жұмыс жасаймын ше. Сізден неше терапия алсам өзгеремін? Ол енді өзіңіздің ниетіңізге байланысты, өзіңізбен жұмысыңызға байланысты. Мен білмеймін ғой, сізде қандай, насколько ситуация запущена. Біреулер бір терапиядан күшті болып кетіп жатады, біреулерге 2-3 терапия керек болады. Күйеуіммен ұрса беремін, кредитке болады. Даже кейде ойлап қоямын, психологиялық жағынан көмек керек, бір өзім тыныш қалсам деп ойлаймын, бірақ олай болмайды ғой дейді. Енді солай ойласаңыз, значит надо. Если вам кажется, значит это вам не кажется деп айтады да мен наставнигім. Клиент талас, өздері қарамай ала берді. Мен бір алып қалсам, өздері сияқты бәрі жабылып шығады. Бұл неден болады? Нені дұрыс жасамай жатырмын? Мен кінәм менде ме? Түсінбедім. Не жайлы айтып жатсыз? Жаңағы жұмыстағылар жайлы ма? Ашығырақ айтсаңыз, или терапияға жазылыңыз жеке. Адамдардың жетістіктерін қызғанып кетемін де араласпай қаламын. Сосын араласпауға себеп іздеймін. Баяғыда үйтті деп не екен? Қыздар, адамдардың жетістігін қызғану это зависть. Вообще негізі адамдардың дамуының екі жолы бар. Біреуі через зависть, біреуі өзіңді дамыту арқылы. Через зависть деген ол қалай? Когда сен біреудің машинасын көресің, жеткен жетістігін көресің де қызғанасың да бүйтіп ойлайсың. Оның 3 жолы бар ше. Бірінші жолы ол саған қай жақтан зиян? Через зависть дамудың это хорошо, что ладно, анада машина бар екен, мен де машина аламын деп тырыса бастайсың ғой. Біріншісі ана адамның кемшілігін іздеу. Ана адамның кемшілігін іздеу. Себебі сен соның фонында өзіңді күшті көріп сезіне бастайсың. Бір адамның кемшілігін іздеген кезде. Екінші жолы ана зависттен сен не істейсің? Өзіңді құнсыздандыра бастайсың. Ананың машинасы бар, менде әлі машина де жоқ, менде боқ та жоқ, короче, бір тиыным да жоқ деген сияқты. И ол тоже дұрыс емес ше. Себебі сен Алланың берген, өзіңе берген дүниелерін құнсыздандырып бастайсың. Үшінші жолы, сол завидовать еткен адамның жолымен жүрем дейсің де, оның шыққан тауына шығып аласың, бірақ қарасаң сенің тауың ана жақта да. Понимаете, қыздар? То есть сен өзіңнің жолыңнан адасып, біреудің жолына түсіп кетесің. Ал Фатиха сүресінде не деп айтады? Ихдина сиратал мустақим. Өзімнің тура жолым деп айтады. Түсініңіз ме? И ең дұрысы, қыздар, адам өзінің бойындағы қабілеттерін ашып, өзінің жолымен жүріп, өзінің тауына шыққан дұрысы. Вот сіздікі қазір шандай, өзгеге завидовать ету, оның кемшілігін ізде, өзіңізді құнсыздандыру, и осылай өміріңіз өтеді, ертең кәртейген кезде страшно өкінесіз да. Ештемеге жетпегенсіз. Ана адамдар өздерінің тауларына шығып алған, сіз таудың етегінде отырасыз. Өкініп, сол сізге керек па? Работайте над собой, қыздар. Всегда есть выход. Мамандар бар қазір. Альхамдулилля, сондай дамыған заман. Ладно, кезінде біздің мамаларымыз бен папаларымыздың жаңағы ешкімге жүгіне алмады, Инстаграм да жоқ, Ютуб да жоқ, қарқ қылған газет, журнал да жоқ, психолог дегендер психтар барады деп ойлады. Қазір мүмкіндік деген толып жатыр ғой, қыздар. Алланың мүмкіндіктері толып жатыр ғой. Неге сіздер соны пайдаланбайсыздар? Вот вам нравится, да, өстіп проблеманы айтып, соны шайнап жүре бергенше. Неге бір рет бір миларыңызға әрекет етейінші, осы проблеманы бір шешейінші, сөйтіп бір келесі деңгейдегі өмірді көйінші деген ой келмейді сіздерге. Менде үнемі көп стратегиямен жүремін, бірақ көбінесе іске асыра алмай жүремін, сол үшін өзімді кінәлаймын. Қолыңда инструменттер болып, оны пайдалана алмау, это позиция ребенка. Көбінесе, когда в детстве вас сильно обесценивали, сізді тормозили или за ошибки наказывали, сол кезде сізде осындай страх болады. То есть мен істей аламын, бірақ істеуге қорқамын. Неге? Мен істесем, мені накажут, я там ошибку сделаю, мен наказание аламын. Дейді, сіздің денеңіз сол блокпен ары қарай әрекет ете алмайды.
И потом өзіңізді кінәлайсыз. А чувство вины всегда притягивает наказание. Неге ер адам әйел адамнан бір сатып жоғары болу керектігін жағынан, психология жағынан түсіндіріп берді. Қыздар негізі аят сырларында осыны айтқаншы, ер мен әйел тең деді. Еркек жоғары жауапкершілік жағынан. Понимаете, қыздар? То есть екеуі тең негізі. Еркек жоғары жауапкершілік жағынан. То есть мына еркекте жауапкершілік негізі көбірек. Әйел үшін, бала-шаға үшін, әйелдің денсаулығы үшін. Не үшін айтады еркекке? Сен өзің жегеніңді әйеліңе де жегіз. Сен өзіңнің кигеніңді әйеліңе де кигіз деп. Не үшін айтады? Себебі жауапкершілік мол, ертең ақыретте сұралады. Өзі қаңғып әйел үйге отырғызып қоятын болса, ертең ол сұралады әділетсіздік жасаған үшін. Сіздер білім алмағаннан кейін сіздер ойлайсыздар, ер адам жоғары, әйел адам всегда төмен жүру керек деп. Көп жерде мысалы психопат еркектер бар, шизофреник еркектер бар, там суицидальный еркектер бар, там вообще манипулятор еркектер бар, жертва еркектер бар, түрлері көп қой. И сондай еркектерге мойынсынамын деп көп әйелдер өздерін құртып жатыр. То есть мойынсынатын кезде бар, но есть вещи, где надо размышлять, адам сияқты сананы іске қосып ойлану керек та. Мынаның істеп жүргені, айтып жүргені өзі вообще ақылға сиятын нәрсе ме? Мынаны мен тыңдасам, мен бала-шағаммен, семьяммен қайда барамын деп ойлау керек та. Тупа, ойбай менің еркегім ғой, айтты ма болды, соның айтқанын істеуім керек деп ше, бірақ сенің ішкі жан дүниең шіріп жатыр. Ішің толған жек көрініш, сен еркекті жек көресің. До того жек көресің, что сен уже ішіңнен өлім тілеп жатсың оған. Ол дұрыс емес ше. Поэтому өтірік ана еркекті сылтауратып, күйеуім рұқсат етпейді деп қоймай, өздеріңіздің де миларыңызды жұмыс етіп үйреніңіздер. И қалауларыңызды еркекке жеткізіп үйреніңіздер. Не всегда көбінесе еркектер виноваты. Бывает, что даже әйелдің өзі виноваты. Потому что она горделивая дейді ғой. Білім алуға тәкаппар, ақыл тыңдауға тәкаппар, өзімен жұмыс жасауға тәкаппар. Ол әйелге легче стрелканы еркекке бұрып қойып, менің күйеуім рұқсат бермейді, менің күйеуім түсінбейді, менің күйеуім мойынсынам деп өтірік айтып қойып жүре беруші. Это детская позиция. Алла тағала әрбір адамға өмірді бөлек берген, шешімді де берген. Если қараңыздар, тупо тек қана еркектің айтқанымен жүре беру керек деген болсақ, онда зачем онда әйелге Алла тағала ми берді? Зачем бір әйелдерге күшті гинеколог қабілетін берді? Неге бір әйелдерге күштілеп тұрып там кондитерлік қабілет берді? Неге бір әйелдерге күшті там медицинадан қабілет берді? Олар да адам, олар да қабілетін ашу. Мысалы, маған неге психологтың қабілетін берді? Мен неге барып күйеуімнен сұрауым керек? Сен разысың ба мен психолог болғаныма? Ол өзі вообще развитияны ойламайтын адам болса. Ол маған айтса, жоқ, сен бауырсағыңды пысып үйде отыр десе, а мен бауырсақ пысырған жек көретін болсам, менің үйтіп жек көрінішпен обидамен пысырған бауырсағым менің балаларыма не жақсылық бере ма? Түсінікті ме, қыздар? Сосын размышляйте. Хватит жить в детской позиции. У вас есть своя голова. Алла тағала адамға, әйелге де, еркекке де өзінің миын берген. Ойлану үшін, бір шешім шығару үшін, таңдау үшін. Инстаграмда ақша салып, ақша ұтатын ойындар шығыпты, соларды ойнағанға қалай қарайсыз? Бұл әшейін не ғой? Лотерея ғой, қыздар. То есть еріншектің оңай жолмен ақша табу жолы. Енді ол понятно ғой, дураку понятно. Лудомания сияқты ше. Жаңа автоматқа ақша саласың, ұтсаң аласың, ұтпасаң алмайсың. Это то же самое же. Ұмытшақпын, миым еш нәрсе қабылдамайды. Неге? Идите к невропатологу, миыңызды тексердіңіз, басыңызды тексердіңіз, білмеймін ғой, может быть, какие-то витамины не хватает. Мүмкін қандай да бір ауытқу бар шығар, бір травма бар шығар. Барып тексеріңіз. Сосын вообще ұтпау неден, неге ұтпау? Неге сіз ұтуды ғана ойлайсыз? Неге сіз заработать деген нәрсені ойламайсыз? Неге сіз что-то придумать деген нәрсені неге ойламайсыз? Это ваше что за мышление? Мен ұтып қана алуым керек дегенше, ұту дегенше, қыздар, это позиция ребенка. То есть мен ұтып алуым ғана керек ше. А миымды қозғалту, бір нәрсе үйрену, бір нәрсені оқу, адамдарға пайдалы болып, содан ырзығыңды алу деген нәрсе неге сіздің миыңызда жоқ? Почему вы все ограниченно, вот вы, да, ограниченно мыслите? Вот именно те люди, которые ұтысқымен ғана ұтуды ойлайды. Немесе сізде тегін сабақтар разыгрываться етілмей ма, сізде скидка болмай ма терапияға дегенше, неге мен миымды қозғалтып, осыған ақша тапсам екен?
иә. Мен сабаққа ақша тапсам екен, қалай тапсам екен, мен қалай толық төлесем екен, мен бір ғана терапия емес 2-3-5 терапия алу үшін миымды қалай жұмыс істетсем екен, қандай қабілетімді іске асырсам екен деп неге ойламайсыздар, неге әрекетті ойламайсыздар, неге сіздерде алма піс аузыма түс деген психология, это вот масылдық психология дейді ғой, масылдық. Ондай адамнан дәметкен адамның алла тағала, адамнан дәметкен, алладан емес адамнан, то есть алладан деген жерде алладан дәметіп әрекет етпеген адамға алла тағала кедейліктің 70 есігін ашып қояды екен ше. Біреуінен шығасың, екіншісіне кересің, біреуінен шығасың, екіншісіне кересің, бір кредиттен құтыласың, мына жақтан тағы бірдемеге кересің ше. Ну хорошо, бір рет тұтасыз, 2 рет тұтасыз, ну болмайды ғой, по-любому өмір бойы тек қана ұтып қана өмір сүру деген болмайды ғой. Ересек позицияға өту үшін терапия аласыздар. Қызды ұратын әкелер болу мүмкін, мас болып. Бар. Терапия бар, онлайн, офлайн, дайректке жазыңыз. Немесе парақшамның несі тұр ғой, шапочкасында ссылка бар. Сонымен WhatsAppқа шықсаңыз, ақпарат беріледі. Абысынымды қайта осынып жатырмын, абысыныма сізді терапия алыңыз деп қайнаған болар болмасқа тесіп түртіп отырды. Қыздар, пожалуйста, никого не надо заставлять. Егер адамға сондай өмір ұнайтын болса, сіз оған айтып просто жексұрын боласыз ше. Вот адам, когда ондай өмірден өзі шаршайды, өзі жоқ болмайды, мен өзгеруім керек, маған айт жаңа жол, психологым бар еді ғой, номер қандай десе, сол кезде беріңіздер. А так сұрамаған адамға су тықпаштай бергеннен ол адамның просто миы қарсыласады. Если абысыныңыз күйеудің сондай тірлігіне шыдап, мүмкіндікті пайдаланбай жүрсе, значит, это ей нравится, понимаете? Кейбір адамдар бар дегенді жақсы көреді, бер дегенді жақсы көреді, как будто елдің бәрі соның алдына міндетті сияқты. Ондай адамдар өзгере ме дейді. Сіз спасатель болып жүрген кезде жертва адамдар өзгермейді. Жертва адамдар өзгереді, когда айналасындағы спасательдің барлығы одан теріс айналады. Чувство вины қалай кетіруге болады? Терапия арқылы. Чувство вины вообще ол негізі кішкентай кезден внушаться етіледі. Бізде көбіне осы әйелдерді, сен үйдің үлкенсің, бірдеме болса сен жауап бересің, ертең бізді ұятқа қалдырма, сен бізді жерге қаратпа, сен бастықтың қызысың, сенің шешең андай, мынау деген сияқты чувство вины ол біздің қанымызға сіңіп тастағанда. Сен үйдің үлкенсің, сен бізді жерге қаратпа, общем, ертең келін барған жеріңде төркініңді ұятқа қалдырма, күйеуіңді төрге сүйре, көрге сүйре, ертең абырой сығап жүрме, ертең ұятқа қалдырма деген нәрсенің барлығы ол чувство вины тудырады ше. Когда кінәлі болмасаң да кінәлау арқылы сені басқару, манипуляция жасау, оның барлығымен терапияда жұмыс жасауға болады. Қазақ әйелдерінің дамуына үлес қосып жүрген сіз сияқты мамандарға Алла жәрдем берсін. Бізді де сізде тура жолға салып қойсын. Амин, қыздар, амин. Ограничение ожиданиядан қалай құтылуға болады? Ожидание это, смотря какое ожидание. Просто ожидание бездействия или просто вот такое, знаете, қандай ожидание? Ожиданиенің түрі көп қой. Адамнан ожидание деген өзің адамға бір нәрсені меншіктеп қоясың да. Ты в голове этого человека присвоила себе, присвоила ему какие-то качества. В общем, понимаете? Вот это, да, ожидание? То есть это вот смотреть на мир через розовые очки. Реальностьтан қашу. Не воспринимать реальность. Это опять детское мышление. Зрелая женщина, взрослая женщина воспринимает мир в реальности. Оның миы қашпайды. Вообще мидың есть такие функции, как бегство. Психозащитаның түрлері көп, соның бірі бегство. Бегство от реальностей. То есть, мысалша, отрицание дейді. Кейбір енелер болады, мысалы, балалар ойын ойнайды, балалар там наркоман, соны келіндер айтады да, мама, сіздің балаңыз наркоман, дейді, ойын ойнайды десе, өтірік айтпа дейді, мен сенбеймін оған, өтірік айтасың, жала жаппа дейді. Немесе бір әйелдер болады, балаларының там біледі, бірдемемен увлекаться ететінше, и она в упор не видит, не хочет видеть. Немесе күйеуінің біледі, любовницасы бар екенін, давно, что он изменяет, вот это все в упор не видит, потому что мозг боится этой реальности. Потому что мозг, шындықпен не істеймін деп ойлайды да. Я лучше буду жить в розовых очках деп ойлайды.
Как найти свое предназначение? Искать, пробовать искать, қыздар. Предназначение само вас не найдет. Понимаете, қыздар? Я, прежде чем прийти к психологии, я искала себя. Я и там пробовала, и здесь пробовала, аннан пробовала, мыннан пробовала, ошибалась, короче. И даже менің бес балам болды, я была беременная. Я не сидела дома, я все время чем-то занималась. И Аллах увидел, что я что-то делаю, что я стараюсь, и при этом молюсь. Аллах Тағала менің предназначением тауып берші, и Аллах Тағала маған тауып берді, понимаете? А когда сен просто чырт-чырт түкіріп қойып, диванда жатырсың, елді сөгіп, там қызығып, я сама при этом ничего не делаешь предназначениең табу үшін, ол сенің үйіңе өзі келмейді іздеп. Ойбай, мен предназначение едім, қайда мені іздеген адам деп. Маған манипуляция жасап баста спокойно айтам, без паники. Окей, саған ыңғайлы болса істей бер, сенің таңдауыңа келісемін. Прикинь, қармағына түспеген, ол да жауапкершілік сезініп. Машалла, мида небір жарылыстар болып жатыр. Рахмет. Инстада лайк бас, коммент жаз, тегін сыйлық берілгенше қатыссақ дейді. Қыздар, қараңыздаршы, лайк басып, комментарий жазу. Мысалы, вот, например, я сегодня провожу эфир, да? И менің эфиріме лайк басып, комментарий қалдырсаңыз, сіз не істейсіз? Пайдалы ақпаратты таратуына көмектесесіз, иә? Вы помогаете распространять полезное этому миру, yeah? То есть не нәрсеге лайк басып, не нәрсеге коммент жазу деген нәрсе, оны тоже таңдаңыздар. Ондай нәрсеге лайк басып, коммент жазғанда тұрған ештеңе жоқ ше. Но бірақ тек қана сыйлыққа ғана дәметіп ше, ана ар жағында сыйлық алып қалайын деген мышлениемен жүру, это неправильно ше, қыздар. Сыйлықтың артынан қуған сайын сыйлық сізге жеткізбейді, потому что вы гоните за материальным. Лучше давайте развивайте свою душу. Сол кезде сыйлық өзі-ақ келіп тұрады сізге. Бөлек тұрып жақында ата-ене қолына қайта келдік. Үйрен салмай жүрмін, мен ұнатпай жүрген сияқты. Еркін тұрып қалғасын, торға қамалғандай болып жүрмін. Кішкене жалаға шықса қайдасың, қашан келесің деп дейді. Не үшін қайтып келдіңіздер енді? Не надо было возвращаться. Мен оқыңызшы. Қыздар очень много қолыма көзіме түскенде оқып жатырмын. Балағылы болғым келмейді, это норма дейді. Почему? Вообще это не норма, если честно. Алла Тағала әйелді жаратқан кезде оның вот это чувство, материнский инстинкт барлығын береді ғой, детородный орган. И, видимо, у вас какая-то есть глубокая травма, раз вы не хотите рожать детей, быть мамой. То есть Алланың беріп тұрған ырзығын қабылдағым келмеу, значит, есть какое-то, наверное, отклонение, бір травма бар да, глубокая. Чувство вины неше терапиядан кетеді дейді. Енді қыздар, ол насколько у вас глубокое чувство вины, я не знаю. Поэтому сіз врачқа бармай тұрып, тісімді неше рет барғаннан емдейсіз, или там менің ауырымды неше рет барғаннан емдейсіз деп айтпайсыз ғой. Оны врач тексереді, насколько воспаленный, насколько глубокий. Поэтому менен когда сұрайды ғой, терапияда не істейсіз, менің проблемамды неше терапияда шешіп бересіз деген. Это какие-то детские вопросы. Қыздар, терапияда не істейсіз деген кезде, мысалы, сіз жаңағы соқыршек болған кезде хирургқа барып әңгімелесіп отырмайсыз. Қазір не істейсіз, қай жерден кесесіз, қаншалықты кесесіз, ана шектің қай жерінен алып шығасыз, сосын оны не істейсіз, оны қалай тігесіз деп отырмайсыз ғой, иә? Маманға барасыз, доверять етесіз, иә? То есть Алла Тағала маманның қолы арқылы сіздің ниетіңізге қарай сізге жеңілдік сыйлайды, понимаете? Поэтому, если мен сізге айтсам, чувство вины бір 5 терапиядан кетем екен, может 10 терапиядан кетеді десем, сіз не істейсіз? Ойбай, құрсын, вообще жоламай қойыншы, осы чувство вины мен өле берейінші. 10 терапияға ақшамды кетіргенше деп бармай қойсыз ба вообще? Может, бір терапиядан кетіп қалатын шығар. Жолдасым тоқал аламын деп қоймайды, маған ұнамайды. Ол уже көп әйелмен сөйлеседі, мен қалай өзгерсем болады. Жолдасы тоқал аламын деп наглую әйелін сыйламастан, өзге әйелдермен сөйлесе беретін болса, я скажу одно. Сіздің күйеуіңіз просто сізді адам құрлы көрмейді, әйел ретінде сыйламайды. Понимаете? Вы для него удобная женщина, может быть, женщина-мама. Ол біледі, что сіз ешқайда кетпейсіз, ол біледі, что сіз ешкімге керек емессіз, потому что сіздің миыңызда сондай ой бар да. И ол просто сізді пайдаланды, бүйтіп қолын сүртетін жерін сүртті, сіңбірді, в общем, баланы тудырды. Енді сіз оған қызықсызсыз да, мынандай мақта сияқты бүйтіп. Енді қай жерде мақта бар деп іздеп отыр да. И сіз өзіңізді осы құрлы көрмейсіз да. Надан да төмен санайсыз да. Раз вы это все терпите, оның әйелімен сөйлескен бәріне шыдап жүрсіз, еще мен қалай өзгерсем деп қоясыз да.
сізге өз-өзіңізді сыйлап үйрену керек. Неге сіз үшін осындай плевательское отношение мужа норма? Когда вам напрямую говорят, ты мне уже не интересна, айналайын. Сен вообще қызықсызсың ше, сен осы өмірдегі қызығың бәрін мен пайдаландым да болды. Енді сен осы жерде кәртейе бер менің қасымда ше. А я буду развлекаться, пойду другую себе женщину найду деп напрямую айтып тұрған кезде, сіз соған шыдап жүрсеңіз, значит, у вас проблема с самооценкой, с самоценностью. Так, қыздарики, давайте я закруглюсь. Сізді тыңдап адам болдық, рахмет. Қарызға кіре берем неге дейді. Сіздің миыңызда мен анаған қарызбын, мынаған қарызбын деп бесеналы түрде мамама қарызбын деген нәрселер болуы мүмкін. Сначала ментальный долг, потом материальный долг. Но надо разбираться. Если у вас есть проблема, почему вы не идете, не решайте, қыздар. Санер әпке, жаңадан тұрмыс құрдым, күйеуіме менің де өз ойым бар десем, ашуланып айғайлап есікті теуіп менің айтқаным болады дейді. Вау, ертең кетем деп шештім, құда түскен былай да жақсы көрмейді, білмеймін дейді. Үйлене салып есікті теуіп сізді адам құрлы көрмей жатсақ, қыздар, ондай жерден қашу керек ше. Негізі ондай еркек просто сізді өзінің проблемасын шешу үшін, видимо, бывает такой, например, ше, еркек настолько шаршады әке-шешесінің, сен біздің қолымызды қашан жылы суға саласың деген, немесе шешесінің жаңағы оны жертва қылып, сен маған бүйтуің керек, сөйтуің керек дей бергеннен шаршайды да, соны бөлісетін бір әйелді тауып алды да, енді үйге алып келіп, бүкіл ана өмір бойы әкесі мен шешесі оның миына, денесіне сіңіріп тастаған агрессияны сізге шығарып жатыр да. То есть вы как спасатель в этой семье. Қазір сіз осыған көнетін болсаңыз, ой жақсы, ойбай, ертең төркінім ұятқа қалдырмайын, ертең қайт келген қыз жаман деп, ертең ол одан да зорғысын істейді. Вы к этому готовы? И неге осындай еркекке күйеуге шықтыңыз? Неге сіз білмедіңіз бұның мінезін осындай екендігін? Қыздар, күйеуге шықпаған қыздар, обязательно терапия өтіңіздерші. Настолько спасатель позициясында жүрген қыздар бар да. Оны әке-шешесі өздерінің треугольнигінде өсіргенде қыз баланы. И ол қыз бейсаналы түрде ищет кого бы спасти, кімді адам қылсам екен деп наркоманға шығады, адам қылайын деп бір психопатқа шығады, адам қылайын деп бір алқашқа шығып алады, адам қылайын деп бір маменькин сынокқа шығып алады. Сонан кейін өмір бойы соны адам қылам деп жүреді, еще оған бала туады да. Ең соңында уже больная вся, злая болып, еще сондай ұрпақ тәрбиелейді да. Мне вот, знаете, не настолько женщин жалко, мне жалко детей. Осындай отбасыларында тәрбиеленіп жатқан балаларға жаным ашиды. Когда мама несчастная, когда отец психопат. Из этого кім өсіп шығады? Арамшөп өсіп шығады да. Арамшөп не істейді? Айналадағы әп-әдемі болып біреудің өсіріп қойған гүлдерін барып бүйтіп құртады да. Поэтому айналайын қыздар, психолог для того осы жерде бар, осы әлемде бар, осы Инстаграм деген психологтан толып тұр, психологтан көп нәрсе жоқ. Кімге шамаңыз келеді, барыңыз, өміріңізде бір рет барып қаралыңызшы. Найдите в себе то, что у вас неправильно работает. Просто будьте безопасной мамой, создавайте безопасную среду для ваших детей. 5 бала, 6 бала, 7 бала, 4 бала туып алып, әбден оларды өсіргеннен кейін, менің күйеуім 10 жыл бойы арақ шеді, менің күйеуім наша шегеді, балаларыңыздың проблемасы қандай десе, 9 жастағы ұлым бұтына сиып қоя береді әлі. Вы понимаете, психика этого 9-летнего мальчика уже нарушена. Оған кім кінәлі? Алла тағала сізге оны аманат қылып, әп-әдемі қылып, тап-таза қылып берді. Оны құртқан күйеуіңіз екеуіңізсіздер. Екеулеріңіздің білім алмағандарыңыз. Екеулеріңіздің бір-бірлеріңізге итеріп қойып жүре бергендеріңіз ответственності. Немесе балалық шақтан қалған сценарийді өзгертпегендеріңіз. Это безответственность, қыздар. Понимаете? И это травмированный ребенок завтра создает примерно такую же семью, где как мужчина будет пить, а жена будет жертвой. И сол семьяда тағы да сондай балалар өседі. И поколение через поколение құриды да адамдар. А біздің қоғам мықты болу үшін, күшті бір кәдімгідей мықты балалар тәрбиелеу үшін оларға
Ақылды ана керек, ақылды әке керек. Олармен по душам сөйлесу керек, оларды раскрывать ету керек, олардың мына жан дүниесіндегі күшті құндылықтарды Алла берген шығару керек ше. А қазіргі көп отбасыларда әке мен шеше өздерінің проблемасын шеше алмай жүр да. Ана жақта балалар әйтеуір өсіп жатыршы, соларға қарап. Деп ана. Так, ладно, қыздарики, я на этом закругляюсь.